Сәлем достар. Оқушылар сарайында робототехника сабақтары Robotic Lab жаңа кабинетінде жүргізіледі. Бұл кабинетті Әсел Тасмағамбетова сәби қоғамдық көмек сыйға тапқан болатын. Жаңа технологиялар мен жаңа заманауи жабдықтармен жабдықталған кабинет. Ал енді бұл робототехника қатысушылармен танысайық. Сәлем Аслан, сен осы робототехника үйірмеге қашан келдің? Мен бұл үйірмеге 1 жылдан астам келдім. Сен осы үйірмеге қандай мақсатпен келдің? Мен осы үйірмеге өзімнің болашақ жұмысыма кіріс үшін келдім. Жақсы, ал енді өзіңнің жетекшің туралы айтып берші, осыған робототехника осы уақытта не үйретті? Менің жетекшім Нұрбол Мұсаұлы. Ол маған көптеген роботтарды құрастыруға үйретті. Мысалы, M-Bot, Arduino, Spike және Lego Mindstorms EV3. Ол маған программа жасауға үйретті. Мысалы, ол программада qubit.com деген немесе Lego Mindstorms EV3 Edition Home деген сайттар жазуды үйретті. На робототехнику хожу с сентября 2022 года. Отлично. А почему тебе нравится этот кружок? С какой целью ты здесь ходишь? Я хочу научиться строить роботов, узнавать, как делать программы для них и изучать новые приложения. Очень хорошо. Желаю тебе удачи. Сәлем Ансар, бұл үйірмеге қандай мақсатпен келдің? Осы үйірмеге мен жалпы Лего робототехника кішкентай кезімнен қызыққандықтан осы үйірмеге жарысуға келіп жүрмін. Жақсы. Ал осы үйірмеде сен өз тобымен қандай мақсатқа жеттің? Біз өзіміздің командамызбен қалалық, облыстық, республикалық деңгейдегі көптеген жарыстардан бірінші, екінші, үшінші орындарға алып жүрміз. Осы үйірмеде сен қандай заттарға үйрендің? Мен осы үйірмеде Lego Mindstorms коробкасына көптеген роботтарды жасап, оларға EV3 Mindstorms'тан программа жазуды үйрендім. Бұл жерде алдарыңызда RoboLand 2022 әлемдік деңгейдегі френдшип категориясынан чемпион атанғанбыз. Және де First Liga League жарысындағы Social Media Challenge-дан финалист атандық. Және де Robotech Grand Tournament қалалық және облыстық деңгейлерден бірінші орын алып, республикалық деңгейден үшінші орын алған болатынбыз. Және де халықаралық роботтар олимпиадасы. Бұнда біздің командамыз үшінші орын алған болатын. Алдарыңызда біздің медальдарымыз және де біздің командамыздың фотосы. Құрметті достар, бүгін біз робототехника үйірмесінде болдық. Робототехника үйірмесінде көптеген жетістіктер көрдік. Және де олардың алға қойған мақсаттары айқын. Мен оларға тек қана сәттілік тілеймін.